Армысыздар! Аймақтағы айтулы оқиғалар, маңызды бастамалар мен көпшілік назарын аударған жаңалықтар Алатау арайы, Ағни-Алатау және Алатау Ньюс ақпарат алаңдарында кеңінен қамтылуда. Назарларыңызға аптаның басты ақпараттарына шолуды ұсынамыз. Қонаев қаласында Қазақстан полициясы күні аталып өтілді. Аталған шара аясында облыс басшысы Марат Сұлтанғазиев қоғам тыныштығын күзеткен тәртіп сақшыларын марапаттап, олардың елге қосқан елеулі үлесіне алғыс білдірді. Құқық қорғау қызметкерлерінің мерекесі жайындағы мақаланы газетіміздің 25 маусымдағы бейсенбілік санынан оқи аласыздар. Облыстық әкімдікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ведомство аралық комиссияның кезектен тыс отырысы өтті. Көше жол желісіндегі анықталған кемшіліктерді жою, оның ішінде тротуарлар салуды, жол таңбаларды жаңартуды, жол белгілерін толықтыруды және жарықтандыруды қамтамасыз етсін. Жиынға төрағалық еткен облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы жұмысты одан әрі жетілдіру қажеттігін атап өтті. Аталған отырыста алға қойылған міндеттемелер жайлы газет тілшісі Тоғжан Жолдығали қалам тербеді. Журналистика қоғамның келбеті, жақыт көзі және тілі. Газетіміздің апталық санында бақ өкілдерінің кәсіби мерекесі қарсаңында тілшілеріміздің қастерлі мамандық туралы қалам тербеген материалдары топтастырылды. Өзге де танымдық және сараптамалық мақалаларды, өңірдегі өзекті мәселелер мен аймақтағы айтулы жаңалықтарды апталық санымыздан парақтай аласыздар. Самое отдаленное село Талгарского района Нура теперь имеет собственное противопожарное подразделение. Новая пожарная часть открылась по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан при поддержке акимата Алматинской области. В торжественной церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким Алматинской области Марат Сұлтанғазиев, ветераны МЧС, представители местной власти и жители Нуринского сельского округа. В Алматинской области дан старт первому в республике агропромышленному кластеру Альпикон Групп по глубокой переработке фруктов и овощей. Осы Алматы облысында бір ірі заводтың ашылуына бәріміз куә болып отырмыз. Түркиядан, Қытайдан келген осы компанияның серіктестеріне ерекше рахметімізді білдіреміз. Накануне в регионе завершился первый этап по его строительству, и при участии акима Алматинской области Марата Сұлтанғазиева состоялось открытие завода по производству концентрата фруктовых и овощных соков, пюре и пасты. Официальная часть завершилась церемонией закладки капсулы в фундамент строительства завода по переработке отходов и выпуску пектина. Реализация второго этапа проекта начнется уже в ближайшее время. О вручении ключей от квартир в Карасайском районе, а также о том, как отметили День медика в Алматинской области, читайте в газетах Ағни-Алатау. Алматы облысында мемлекеттік қызметшілер күніне орай өңірдің түкпір-түкпірінде салтанатты іс-шаралар ұйымдастырылып, мемлекеттік басқару саласында жемісті еңбек етіп жүрген мамандар марапатталды. Негізгі мерекелік жиын Қонаев қаласындағы Бердібек Соқпақбаев атындағы саябақта өтті. Салтанатты шараға Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев қатысып, мемлекеттік қызметшілерді кәсіби мерекесімен құттықтады. Аймақ басшысы өз сөзінде мемлекеттік қызмет елдің тұрақтылығы мен дамуының негізгі тіректерінің бірі екенін атап өтті. Сондай-ақ Қазақстандағы басқару мәдениетінің тамыры тереңде жатқанын айтып, қазіргі мемлекеттік жүйенің тарихи сабақтастығына тоқталды. Алматы облысында кітап оқу мәдениетін дамытуға бағытталған меморандумға қол қойылды. Қонаев қаласында Алматы облысының әкімдігі мен кітап оқитын ұлт читающая нация қоғамдық қоры арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Іс-шараға Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев қатысты. Құжаттың негізгі мақсаты өңірде кітап оқу мәдениетін дамыту, балалар мен жастардың кітапқа қызығушылығын арттыру және оқырман қауымдастығын қалыптастыру. Өңірдегі маңызды жаңалықтар легіне кезекті шолуымызды аяқтаймыз. Сенімді әрі жедел ақпаратты Алатау арайы, Ағни-Алатау және Алатау Ньюс ақпарат алаңдарынан оқи аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар, назарларыңызға рахмет.